Әбділдина бар, сосын Жигули Дайрабаев бар. Өзіңіз бір депутат болмағаныңызға бір іштей ренжімедіңіз Жоқ, бе? мен өкінбеймін. Мен бүгін нақты адамдардың құқықтарын қорғайтын өзімнің ішкі принциптарыма сай жерде жұмыс тауып, сол жерде жұмысымды атқарып жатырмын. Жалпы мен осы сайлауға қатысқанда өздеріңіздің естеріңізде болса, мен ешқайда барайын деп жатқан жоқпын. Мен адамдардың құқықтарын қалай қорғадым, солай қорғап жүремін деп айтқанмын. Мен сол принципімде қалдым. Президент сайлауына қатысу сізге не берді жалпы? Үлкен, қалай айтсам екен, жауапкершілікті одан әрі сезіну, халыққа деген жанашырлығым одан әрі аса түсті. Мен сол кезде соның арқасында барлық өңірлердің бәріне барып шықтым, халықпен кездестім. Ол жауапкершіліктің қаншалықты қиын екенін бүгін мен түсініп отырмын. Сол үшін мен де өз үлесімді қосқым келеді. Президент сайлауына қатысқан кандидаттар жалпы бір-бірін қатты сынаған жоқ, жалпы қазіргі президент Тоқаевты сынаған жоқ. Енді сарапшылар айтады, көп азамат сарапшылар айтады, жалпы кандидаттар қуыршақ болды, олар жалпы билік әділет қуыршақ болған жоқпын. Мен нақты өзімнің алдыма қойған мақсатымды мен қуанамын. Мен сол жерде мүмкіндігім, Қазақстанда сондай мүмкіндік бар екеніне